Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен турецкий пахлава дайындайтын боламыз. Алдымен ұнға жұмыртқа, сұйық май, уксус, су құямыз. Жақсылап араластырып отырып, бізде жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды 10 шақты бөліктерге бөлеміз. Әрбір қамырымызды алып, домалақтап, жарты сағат көлемінде тындырып, иін қандырып қойып-қоямыз. Қамырымызды алып, осылай жабысып қалмау үшін молынан ұн сепеміз. Жақсылап видеодағыдай жұп-жұқа етіп жайып шығамыз. Мінекей осындай жұқа болу керек. Енді сары майымызды жағамыз ертілген. Енді кез келген бір жаңғақты алып, соны блендермен немесе оқтаумен үгітіп алып, осылай сүйіп шығамыз. Кез келген ұзынырақ палканы аламыз. Мына қамырымызды осы палкымызге жақсылап орап шығамыз. Енді екі қолымызбен екі жерінен жақсылап жиырамыз. Енді пештің табасына осылай сұйық май жағып шығамыз. Қамырымызды осылай созып орналастырамыз. Әрбір қамырды осылай жасап шығамыз. Кейін ертілген сары майды бетіне жағып, қызып тұрған пешімізде 200 градуста 40 минут шамасында пісіріп аламыз. Енді сироп дайындаймыз. Қантқа 2 стакан қостым. Қантты қандай мөлшерде саласыздар, тура сондай мөлшерде су құямыз. Қант еріген кезде өзі қайнайды газде. Қайнаған кезінде оған лимонды сығамыз, немесе лимонның қышқылын саламыз. Мінекей сиропымыз дайын. Енді піскен пахлаваның бетіне осы сиропты құйып шығамыз. 1,5 сағат немесе 1 сағат көлемінде сиропы сіңгенше қалдырамыз. Біздің пахлавамыз дайын. Өте жұмсақ, керемет болады. Міндетті түрде дайындаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.